біздің еліміздің тәуелсіздігіне 30 жыл толады. Мен сол 30 жылдың куәсімін. Осы 30 жылда біздің еліміз іргелі елге айналды. Бүкіл дүние жүзіне танымал болды. Біріккен ұлттар ұйымына мүше болды. Ядролық қару-жарақтан жойылуына ықпал жасады. Біздің еліміздің экономикасы, әлеуметтік жағдайы жақсарды. Біз еліміздің жаңа астанасын салып алдық. Біздің ұлттық қауіпсіздік комитетінің осы тәуелсіздікке қосқан үлесі өте зор. Өйткені қазіргідей осындай бейбіт, тұрақты мемлекетке айналуымызға осы ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері көп еңбек етті деп айтам. Қазіргі Нұр-Сұлтан қаласы бұрын Ақмола деп аталатын, сонда келіп ұлттық қауіпсіздік комитетінің департаментінің бастығы болдым. Сонда осы жерде екі-ақ бір өнеркәсіп орны болатын. Селин-Селмаш, Қазақ-Селмаш деген. Олардың екеуі де жұмыстарын тоқтатқан кезде, өйткені ондай жұмыс істеуге олардың мүмкіндігі болмады. Сөйтіп халық өте ауыр жағдайда болған еді. Энергетика саласы құлдырап кеткен, жылу жоқ. Сондай жерде міне қазір осындай әсем қала. Біз сол қаланың тұрғындарымыз. Сондықтан мен осы 30 жылдың ішінде істелінген шаруалар орасан зор деп айтам. Бұндай дәрежеге жетуіміздің ең басты себебі ол біздің елбасының ерен еңбегі. Оның осы еліміз, жеріміз үшін істеген қызметінің нәтижесі деп ойлаймын. Біздің жеріміздің аумағы дүниежүзі халықтарының ішінде 9-шы орында. Біздің жеріміздің байлығы орасан зор. Баяғыда айтылатын Менделеев кесесіндегі барлық элементтер осы Қазақстан жер қойнауында бар деп. Осы 30 жылдың ішінде біздің мемлекетімізде өте білімді, білікті кадрлар дайындалды. Олардың көбісі шетелде барып білім алды. Шетелдің барлық жетістіктерін, кемшіліктерін біледі. Қазір міне мемлекетке келіп, мемлекеттік жұмысқа кірісіп, солар қазір елімізді келешекте жаңағы бағдарламаны іске асыратын адамдар болады деп ойлаймын. Менің ойымша ең басты инвестиция ол біз жүйелі түрде кадрлық саясат жүргізуіміз керек. Кадрлық инвестиция, адам капиталы. Қазіргі жаһандану заманы біздің ата-бабамыздан келеткен салтымызды, әдет-ғұрпымызды шайып жіберуге жақын қалды. Сондықтан да біз солардың алдын алып, жастарымызды тәрбиелеп, келешекте алға қойған мақсаттарымызға жетуге тырысуымыз керек. Біздің халқымыздың басты құндылықтарына менің ойымша бірінші адам жатады. Екінші жер, тіл, имандылық, діл. Мынау отан сүйгіштік қасиеттер. Біздің ең басты байлығымыз ол адам. Біздегі мемлекеттегі істелініп жатқан
барлық нәрсе сол адам үшін жасалу керек. Ал солардың ішіндегі біздің аса құнды нәрсе ол тіл. Егер тіл жойылса, онда ұлт жойылады деген нәрсе. Қазақ деген халқы қай жерде, қай мемлекетте тұрмаса, олар өзінің ана тілін жақсы біледі, шетелдегілер. Олар елге келгенде солармен сөйлессең, ешқандай айырмашылықты байқамайсың. Ешқандай қиындық туындамайды. Ал бір өкініштісі, осы еліміздің ішінде көбіміз ана тілімізді білмейміз. Ең бастысы соны балдарымызға үйретуіміз керек. Біздің жастарымыз ана тілін жеткілікті деңгейде білу керек. Сонда ғана біз ұлт болып қаламыз. Қазақ үшін жер деген өте бір қастерлі ұғым. Келешектегі ең басты міндетіміз осы жерімізді сақтап қалу. Осы жерімізді ұрпақтан ұрпаққа қалдыру. Осы жерімізді ұрпақтарымыздың байлығы, қасиеті деп білу. Осы біздің жерімізді еліміздің игілігіне айландыру. Содан кейінгі мәселе мына діл мәселесі. Бұл рухани мәселе. Қазақи болмыс. Біз ұлт болып қалуымыз үшін қазақи болмысымызды сақтауымыз керек. Имандылық. Өйткені иманды адам, иманды ұлт қана үлкен жетістіктерге жетеді деп ойлаймын. Осыдан біраз жыл бұрын діни ағымдар көбейіп кетіп, біздің еліміздің өміріне көптеген қиыншылықтар туындағаны белгілі. Ал енді онымен жаппай халық болып күресіп, қазір енді жағдай бір шама түзелгенге ұқсайды. Бұл салада ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметі, рөлі өте зор деп ойлаймын. Жусан деген операция өткізді ұлттық қауіпсіздік комитеті. Бұл әрбір елдің осындай арнаулы органдарының қолынан келе беретін нәрсе емес. Мені ойландыратын мәселе мынау су жөніндегі қауіпсіздік. Біздің елімізге келетін үлкен өзендердің барлығы өзінің бастауын шетел мемлекеттерінен алады. Олар өздерінің мүдделері үшін ол суларды, егістікте жерлерді суғару үшін, энергетикада пайдалану үшін және де мақсаттарға пайдаланады. Сондықтан да келешекте біздің елімізде осы қиыншылық тудыруы мүмкін деп ойлаймын. Біз қазірден бастап қарап отырмай осы бағытта жұмыс істеуіміз керек. Жер асты суларының барлығының көлемін анықтауымыз керек. Сол жердегі суды қалай шығарып, елдің игілігіне қалай пайдалану керек екенін. Содан кейін мына қазіргі пайдаланып жатқан суларды қалай қайтадан тазартып, елдің игілігіне жұмсауға болатын сондай технологиялар іздестіруіміз керек. Мына құрғақшылық деген басқа да мәселелер ол айтып келмейді. Сондай жағдайлар болған кезде біздің барлық адамдарымызға, халқымызға жететін қорларымыз болу керек. Бейбітшілік деген адам баласы үшін ең бір қасиетті нәрсе ғой. Әр адам бала сүйсем дейді, бала асырап, оны тәрбиелеп, азамат етсем дейді. Оның балдарын, немерелерімді көрсем деп солай мақсат тұтады. Ал енді соғыс деген солардың бәріне қатер. Мен жетімдікті, соғыстың қасіретін көрген адам ретінде айтатыным, еліміз аман болса, жұртымыз тыныш болса, жастарымыздың келешегі жақсы болса, еліміздің экономикасы көтеріліп, халқымыз
бақытты, дәулетті өмір сүрсе деп тілеймін. Бұл салада ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлерінің істейтін жұмысы өте маңызды деп ойлаймын.